Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бомжик Фленди. Бүгінгі видеода біз өзіміздің бомж өмірін жалғастыратын боламыз. Алдыңғы бөлімде достар, біз жаңа әкімшімен танысып, бізді бомж деп қуып жүрген үшін біз онымен просто жалғыз қалған болатынбыз. Кек аламыз деп, нормальный әкім сияқты, өйткені мұнда бәрін обустроить етіп жатыр. И бомжик Ержан бізге ақша берген болатын. Және де бомжик Сәке бізде жаңа бизнес ашуға кетті. Ол өзінің досына қаншама ақша кеп әлі тұрған шиналарды ашып, шина сататын боламыз, істейтін боламыз. В общем-то, біз қазір Бекаға барар, Беканы күтіп алу керек, өйткені өзі ауылдан келген болатын. Так, мұнда машина келіп тұр, ё-майо. Жақсы, Бекаға, ё-майо. Давай тез кіргіз товарлар дейді. Так, ақын. Не болып жатыр мұндай? Ебай? Ешкім көріп қоймасын дейді. Ассалаумағалейкум мырзалар, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сіздер мұнда, уағалейкум, ассалаумағалейкум. Пистеттен бар екен. Ағай, пистеттіңіз алыңызшы, қолыңызды өтінемін. Қорқыптым что-то. Пистеттіңіз алыңыздар, пожалуйста. Вот, сіздер мұнда не істеп жүрсіздер, сіздер сұрағым келіп тұр. Жарайды, айтпайсыз. Жай білгім келіп тұр, сіздер товар әкеп жатыр екенсіздер. Бұл не товар, соны сұрағым келіп тұр да, просто. Түкте дейді, ағай айтсаңызшы, мен қаланың просто бір тұрғынымын да, білу керекпін ғой, не болып жатыр, не болмай жатыр, айтсаңыздаршы. Өзі костюмдан қарашы, кәдімгі очкарикті айтуға болмайды дейді. Ал былай ше, мұна ақша ме ше? Каждыңа бір 100 теңгеден 500 теңгеден берсем, ештеңе айтпаймыз дейді. Давайте, айтыңыздар. Мұнда кім мына товарды әкеп жатыр, кімнің фабрикасы, не өндіреді, бәрін айтыңыздаршы, маған детально айтыңыздаршы, өтінемін. Келісесіздер, аха. Айтыңыздар, кім әкелді бұл жерді, анау әкімшінің фабрикасы дейді? Әкімші дейді. Ол әкімші мұнда бұл жансыз істеп жатырмыз. Ойбай, бісміллә. Жарайды, ағалар. Мен сен ақшаларыңызды сосын берем. Менде қазір ақша жоқ қыпты, қазір таксиға, оплатаға берем. Сіздер мұнда боласыздар ғой, мен сіздерге ақшасын әкеп берем, кешке қарай. Жарай ма, ағайлар? Сіздерге көп рахмет. Давайте, сау болыңыздар, давайте, ақырана. Жарайды, давай. Ё-моё, заңсыз іспен айналысады дейді. Сау болыңыз. Ема, достар, заңсыз іспен айналысады бұлар. Ё-моё, Бекаға бару керек. Автобуста келіп қалған сияқты ғой. Так, магазин. Так, Бека, қайда остановка? Қайда, түсінбей қалдым. Ё-моё, Бека. Ой, Бека, ассалаумағалейкум, досым. Бека, бомжигім менің. Қалайсың, ё-моё, қалайсың, қала жеттің, нормально ма все? Ё-моё, жақсы. Давай кеттік, досым, кеттік, үйге барып кішкене. Шай ішу аяқта, ё-моё, жолда әңгімеңді айт, не істедің ана ауылда, не болды, не хабар. Соны бәрін айтып отыр, досым. Сен саған кеттік қой, ё-моё, білмейсің ғой, ауылда қандай қызық болды. Ауылымызға жаңа әкімші келді ғой, білесің бе? Жаңа әкім келді басқа қаладан. Ема дейді. Неге ема, досым? Ошым қалды бір әкім банкрот қылып кетті. Жарайды. Банкроттағы жауып кетсін дегендей. Бізге жаңа әкім келмеді, сол жаңа әкім. Бұл қыз, ол емес. Жынды, қызы бұл, ол емес. Мықты. Кетті, досым. Шын, чё, не болды? Шын ба деп қалған ес, шынды ма? Не болды? Ойбай. Қойшы, шын ба, өтірік негізі, мен сенбеймін. Сен хотя бы түрін көрдің ба? Жүш көстекті түрі сол мекен айтасың, давай, кет. Что-то әкімші үйіне кет, давай, кет. Давай, тез, кет. Анда қара охранлық жұмыс істеп жатыр, жаңа әкімшінің фабрикасы бұл. Әкімші заңсыз ішпен айналысады деп айтты ғой жаңа екеуі. Ё-моё, ситуация, достар. Бір-бірімен
енді шығып жатыр. Ё-моё, бірігіп жатыр. Ана әкімші банкрот қылса, значит, фабрика ашып банкрот қылған деп жатқан сияқты ғой бізді. Тук. Әкімші мырза. Әкімші мырза, ханшайым мырза, қалыңыз қалай? Ой, әкімші мырза, қалыңыз қалай? Үйіңіз мықты ғой. Ё-моё, осыма. Ё-моё, қалыңыз қалай? Не істеп жатсыз? Кас. Тоқта өте. Так, әкімші мырза, тоқтаңыз. Сізді анда фабрика ашты деп жатыр ғой. Ол сіздің фабрикаңыз дейді. Еще сізді айтып отыр охраналар, что жаңағы заңсыз істеп жатыр. Бұл шын ба өтірік па? Бекіл. Еще сіз досым айтып отыр, что досым сіздің көрші ауылды банкрот қылып кетті деп. Я Бека. Сізді айтып отыр. Жо, әкімші мырза, сізді ондай деп ойламағам. Ё, әкімші мырза. Жарайды, онда сізге сендік. Жарайды, әкімші мырза, өзіңіз бір жап-жақсы қызсыз, жарайды, сендік, бек, шығып кеттік. Жақсы, сау болыңыз, кешке көріскенше, әкімші мырза, давайте, сау болыңыз. Бека, бұны аңду керекпіз, окей ме, бұны. Және ана охраналарға ештеңе айтып қоймаса болды бұл қыз. Шығып кеттік. Так. Не болған ауылда, біздің ауылда банкрот қыз. Я, дос айтасың, банкрот қыз кетті, вообще жаман болды ғой. Жарайды, достар, сендермен болған мен Фленди және қасындағы бомж Бека, сізден болған Фленди, в общем-то, сіздерге көп рахмет, что бұл серияны көргендеріңізде, егер келесі серияны көргілеріңіз келсе, то лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Пока-пока, чао.